Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт. Алматыда қала күніне орай Музон телеарнасының ұйымдастыруымен 6-шы Еуразиялық музыка сыйлығы EMA 2017 өтті. 10 номинация бойынша бақ сынаған 30 әртістің ішінде үздіктің үздігі анықталды. Еуразиялық музыка сыйлығы 2017 жүлдесін кімдер иеленді? Ең бірінші болып Еуразия әртісі жүлдесімен Сосо марапатталды. Спасибо огромное, спасибо за то, что оценили. Көп рахмет, алғысым шексіз. Менің кішкентай еңбегімді бағалап, үлкен сый көрсетіп жатқандарыңызға алғыс айтамын. Міне, 30 жылға жуық өз шығармашылығымды, өз даусымды тыңдармандарыма арнап келемін. Құдай берген талантымды сіздерге арнаймын. Ал тыңдармандарымның бағасы мені одан әрі жігерлендіріп, одан әрі жұмыс жасауыма күш-қуат береді. Өткен жылы үздік ер орындаушы номинациясын иеленген Әлішер Каримов EMA 2017 кешінде 2 бірдей жүлдеге қол жеткізді. Ол әрине үздік концерттік шоу және 5 жылдықтың әртісі атанды. Мұндай тосын сыйларды Әлішердің өзі де күтпесе керек. Әлішер, сыйлығыңыз құтты болсын. Жалпы Еуразиялық музыка сыйлығы кешінде сіздің атыңыз аталатынын білдіңіз бе? Жоқ, білген жоқпын. Білсем, егер залда отыратын едім, гримеркада отырып, гримеркаға әкеп тастадым, сіздің сыйлығыңыз. Сахнада хабарлап, сіз шықпадыңыз, мен білмей қалдым ғой. Жылдың ерекшелігі деп танылған әнші Айри бұл жемісті еңбегі үшін барша жақындар мен тыңдармандарының арқасы деп біледі. Евразия Music Award премиясына көп рахмет. Менің сүйікті тыңдармандарыма көп рахмет. Осы сіздердің қалай айтсам, дауыс беруіңіз арқасында мен осындай жылдың үздігі деп сондай премия алдым. Көп рахмет сіздерге. Өте қуаныштымын. Шоу-бизнеске қосқан үлесі үшін аталымын қазақтың шоу-бизнесіндегі шоқ жұлдызы Айжан Нұрмағамбетова иеленді. Айжан, сыйлығыңыз құтты болсын. Жалпы бүгінгі күнгі шара сіздің көңіліңізден қалай шығып жатыр? Осындай сыйлық күттіңіз ба? Бір жағынан күткен жоқпын, неге десеңіз, осы комиссия дейді ғой, эксперт ретінде мен осы комиссияда болдым, әртістердің номинацияларын бәрін қарастырғанда, сонда ең финалға өткен мықты жас әншілерді сонда сараптау болғанда, сонда мен болдым. Содан соң мінекей қызыл кілем болады деп айтты, содан кейін ең үздік топқа сыйлық бересіз деп сөйтіп айтты. Бірақ өзіме беретінді мен білген жоқпын. Абсолютті радио хит номинациясы бойынша жаңа қадам басып келе жатқан жігіттер Blacktail тобы жүлдегер болды. Жігіттер, құттықтаймыз. Музон арнасының барлық ұжымы сіздерді шын жүректен құттықтайды. Жалпы сыйлық күттіңіздер ме? Осылай болады деп ойладыңыздар ма? Біріншіден барлық көрермендерге сәлем. Осындай марапаттауға, сыйлыққа ие болғанымызға өте қуаныштымыз. Бұл біз үшін күтпеген жағдай болды. Өйткені біздің еңбегімізді бағалап жатса, бұл еңбектің барлығы зая емес. Яғни бұл тыңдарманның құлағына жетті, және де біздің жаңағы өлеңімізге деген сүйіспеншілігінің арқасында осындай номинацияға ие болды деп ойлаймын. Рахмет сіздерге үлкен көп. Сонымен, үздік ән аталымы бойынша 91 тобының қалай қарайсың әні үздік деп танылды. Ең қызығы жігіттер бұл жүлдені алуға асығыс шықты. Бірі киім үтіктейтін үтікпен, енді бірі шаш кептіргіштермен сахнаға атып шықты. Сіздер осы сыйлыққа шыққан кезде мынандай образбен қалай болды? Яғни образ айтсаңыз? Образ деуге де келмейді деп ойлаймын. Неге бұндай? Бірақ образды. Көрініспен неге? Жаңағыдай айтқандай сол дайындалып үлгермедік. Біз дайындық болып жатқан үстінде бізді гримеркадан жұлып алып кетті. Біз ойладық, бәлкім ән жерде тоқ қоятын, қосатын бірдеңе бар мекен деп фенмен, ән жердегі үтікпен бәрімен келген болатынбыз. Сахнаның артында тұрып бірдеңе істей беретін шығармыз деп сөйтсек, жоқ ештеңе. Үтікті алып кетті. Сөйтсем, футболкада үтіктелмеген, басы су сөйтіп шыға салды. Ал үздік ұжым деп танылған бенд тобының аруы сахнада көз жасына ерік берсе, Royals тобы үздік лайв бенд аталымымен марапатталды. Жалпы Еуразиялық музыка сыйлығы
кешінде сіздердің топтарыңыздың аты аталғанда қандай әсерде болдыңыздар? Аны кішкене қобалжи бастайсың, біз болмай қалсақ не істейміз, не болады дегендей. Сосын бізді атағаннан кейін кәдімгідей қуанып, жылағым кеп, эмоция кәдімгідей байқалады, өзіңе бәрі сезіледі екен кәдімгідей ше. Құтты болсын, сыйлықтарыңыз. Жалпы осындай сыйлық күттіңіздер ме? Шынымды айтсам, әрине біз күткен жоқпыз. Осындай сыйлық біз үшін үлкен мәртебе. Енді бұл бізге әрі қарай жүруге стимул болды. Үздік орындаушы аталымы бойынша нәзік жандылардан Луина топ жарса, ерлер қауымынан Али Уақапов үздік орындаушы деп танылды. Али, құттықтауымызды қабыл алыңыз. Жалпы жылдың үздік орындаушысы болатыныңызға сендіңіз бе? Күттіңіз бе? Өтте қуаныштымын. Үміткерлердің қатарынан ең жасы болғанмын, сондықтан күткен жоқпын, сөздің шыны керек. Дегенмен өте қуаныштымын. Және де осы сыйлыққа, марапатқа лайықты болуға бар күшімді салам деп ант етем. Ал үздік бейнебаян аталымы бойынша Кентал жеңімпаз атанды. Қуанышын жасыра алмаған әнші ары қарайда еңбектене бермек. Кентал, құттықтауымызды қабыл алыңыз. Рахмет. Жалпы осы сахнада сіздің атыңыз аталатынына сендіңіз ба, білдіңіз ба? Негізі жоқ, сенген жоқпын, себебі енді білмеймін. Мен 2 номинацияда шықтым, 1 номинацияда әріптестерім алып кетті. Екіншіден енді жарайды, осыған енді ешқандай сенім жоқ. Өткені себебі бірінші орында Лорен болды сияқты. Сол бүгін енді мен өте қуаныштымын, маған осындай номинацияны бергеніне Музон телеарнасына 1001 алғыс. Сондай-ақ үздік қыздар ұжымы Жейран тобына берсе, ал 91 тобы үздік ерлер ұжымы деп танылды. Сонымен ең үздік қыздар тобы, бірақ образдарыңыз басқаша. Бұл туралы білесіз бе, біз әрдайым кәсіби түрде бұндай сұрақтарға тоқталамыз. Сондықтан да әр кезде таңғалдыруға тырысамыз. Осы жолы бізді әдемі, ұзын, бәлкім кішкене ашық көйлектермен күткен болса, біз мінекей тіпті басқа кейіпте келіп тұрмыз. 2 бірдей сыйлықты күттіңіздер ме? 2 бірдей сыйлықты күткен жоқпыз негізінде. Біз оның алдында 1 сыйлық, 2 сыйлық алған болатынбыз. Біреуі радио хит, біреуі қай өлең? Өткен жылғы прорыв года. Қазақшасын білмеймін, бірақ прорыв года деп атайды. Сол биыл тағы да 2 жүлде, біз өте қатты қуаныштымыз. Сондай-ақ 2017 жылғы Еуразиялық музыка сыйлығы кешінде Ерке Есмахан интернет таңдауы номинациясына ие болса, Баллер үздік хип-хоп жобасы деп танылды. CV Махмуди ұлттық бояу жүлдесінің иегері болды, ал үздік дуэт номинациясы Ала Черкасов пен Сосаға бұйырды. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.